бізде сақталды. Міне қарап тұрсаңыздар, Turing дегенде 1 минут 13 секунд деп жазылып тұр. Бұл яғни дұрыс сақталды деген сөз. Кейде болады 15 секунд, 4 секунд деп шығады бұл жерде. Себебі бізде связкалар дұрыс жалғанбағандықтан бізде 15 секунд деп шығады. Ол қате бізде. Сол үшін осы жерден қарасаңыздар да болады. Дұрыс сақталды, сақталмағандығын. Жаңағы бізде информатика деп сақтадық. Енді видеоролигімізді ашайық. Бұл жерде стандартты түрде, жылдамдығы стандартты түрде осылай кішкене баяуырақ болады. Бұны тез-тез жасағыларыңыз келсе, Camtasia әртүрлі программалармен скоростың жылдамдығын қатты түрге қойсаңыздар болады. Мысалы, соткамен де CapCut арқылы жасауға болады. Назарларыңызға рахмет.